Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында көк немесе жасыл бананның адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Көк немесе жасыл банан адамның ішек микрофлорасын жақсартып, пайдалы бактериялардың көбеюіне әсер етеді. Жасылдау бананда резистенді крахмал мол болады. Бұлар адамның ішек микрофлорасын жақсартуға, пайдалы бактериялардың көбеюіне әсер етеді. Мамандардың айтуынша, көк бананның ішек жұмысына жақсы әсер ететін 18 зерттеу жұмысы дәлелдеген екен. Көк банан деп отырғанымыз бананның әлі толық піспеген, шала піскен түрі. Сырты көкшіл болғандықтан солай атап кеткен. Мұндай бананда әбден піскен бананға қарағанда қант аздау болады. Сондықтан қанттан бас тартқан адамдардың жеуіне болады. Қандағы қантты реттеуге көмектеседі. Одан бөлек көк бананда жасұнық мол. Ал жасұнық адам ағзасына ең пайдалы нәрлі заттардың бірі. Көк бананды тоңазытқышта біраз уақыт салып қойсаңыз, құрамындағы резистенді крахмалдың көлемі 50%-ға дейін көбейеді де, адам ағзасына пайдасы тіптен молырақ болмақ деп түсіндіреді профессор Карлсон. Сондай-ақ жасыл бананда піскен сары бананға қарағанда талшық 20 есе көп болады. Талшықтың қабаттасқан формасын адамның асқазаны тез қорыта алмайды. Басқа банандарға қарағанда жасыл бананның қорытылуы баяу жүреді. Демек, ағзаға глюкоза баяу барады деген сөз. Қанға қант түсіп кету деген болмайды. Жасыл бананның гликемиялық индексі, яғни қанға түскен қанттың деңгейі 35 қана, ал піскен банандікі 58. Сондықтан жасыл бананды қант диабетімен ауыратын немесе қант аурулары бар адамдарға жеген пайдалырақ. Сондай-ақ жасыл банан ішектегі пайдалы бактериялардың көбеюіне өте пайдалы. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.